Қазіргі таңда диетологтардың көбі нанды жемеуге кеңес береді. Бұл қаншалықты дұрыс? Нан ұзақ уақыт сақталуымен, тойымды болуымен және бойға күш-қуат беруімен өзге тамақтардан ерекшеленеді. Нанды ұзақ уақыт жемей жүрсеңіз не болады? Видеоны соңына дейін көріңіз. Нанның құндылығы қандай? Нанның бойында адамға қуат беретін көмірсулар бар. В-Е тобындағы дәрумендер, темір бар. Диетологтар мен спортшылар нанды міндетті түрде жеуге кеңес береді. Оның сортына байланысты тағамдық құндылығы жоғары. Нан жеген соң ағза тойымдылық сезінеді. Бір тілім нанның өзі адамға күш-қуат береді. Оннан әртүрлі тамақ жасауға болады. Нанды глютенге төзбейтін, бидайға аллергиясы бар және қант диабетіне шалдыққан жандарға жеуге болмайды. Ал қара бидай нанын гастрит, асқазан жарасы, бауыр және өт қабының аурулары бар жандарға жеуге рұқсат етілмейді. Нанның кейбір түрлеріне өнім өндірушілер қоспа қосады, дәм арттырғыш пен иіс бергіш заттар қосады. Бұл нанның пайдасын азайтады. Сондықтан нан сатып алғанда сыртындағы қағазынан құрамын да оқып алғаныңыз дұрыс. Өйткені қымбат нанды табиғи қоспалардан жасайды. Консерванттар мен ароматизаторларды қоспайды. Қымбат нанның құрамы құнарлы. Жалпы нанды үйде дайындағаннан артығы жоқ. Әлем бойынша нанды қадір тұтпайтын халық кемде-кем. Қазақ жеті шелпек, бауырсақ тәрізді ұлттық мәзірдің өзегін ұннан жасайды. Орыс халқы үшін қадірлі кулич, құймақ тәрізді тамақтар ұннан жасалады. Америкалық бургердің де құрамы ұннан тұрады. Нанды көп тұтынғаннан немесе мүлдем тұтынбағаннан көрі тек аз тұтынған жағдайда ғана пайдалы болады. Нан таңдағанда ең бастысы ұнның түріне назар аудару керек. Ең пайдалы нан дәнді дақылдан жасалғаны. Мұндай нанның құрамында диеталық талшық және ағзаға пайдалы кейбір дәрумендер болуы мүмкін. Сондықтан оның құрамына ірі ұн, тұз, су, мысалы өңделмеген зығыр немесе чия дәндері кірсе, онда мұндай нан пайдалы қасиеттерге ие деуге болады. Ол астықтағы барлық құндылықтарды сақтайды. Бұл нанда дәрумендер, амин қышқылдары, көмірсулардың әр түрлері бар. Ал нанның басқа түрлерінде көбіне қант пен иістендіргіш қоспалар болады. Олар денсаулыққа зиян. Көбіне ақ нанда қоспа, крахмал көп. Жүрек қан тамыр жүйесінде ақауы бар. Артық салмаққа ие адамдар рационнан ақ нанды алып тастап, дәнді дақылдан жасалған нанға көшкені жөн. Нанды ұзақ уақыт бойы тұтынбау денсаулыққа кері әсер етуі мүмкін. Нанның құрамында кейбір маңызды заттар, мысалы көмірсулар, нан маңызды көмірсулар көзі болып табылады. Ол энергия береді. Көмірсу тапшылығы шаршау, әлсіздік және тіпті гипогликемия тудыруы мүмкін. Ақуыз. Нанның құрамында ақуыз бар. Ол дене тіндерінің өсуі мен қалпына келуіне қажетті. Талшықтар. Нанның құрамындағы талшықтар ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Талшықсыз диета іш қату немесе басқа да ас қорыту мәселелеріне әкелуі мүмкін. Дәрумендер мен минералдар. Нанда В тобындағы дәрумендер мен темір, магний сияқты минералдар бар. Бұл элементтер ағзаның түрлі қызметтері үшін маңызды. Сонымен қатар, егер нанды тұтыну күрт төмендесе, адамдар басқа тағамдардан осы элементтерді алуына тура келеді. Баланс сақталса, нанды мүлдем тұтынбау міндетті емес. Нанды дұрыс таңдау үшін мынадай кеңестерді ескеріңіз. Құрамы. Ең алдымен нанның құрамын тексеріңіз. Толық дәнді немесе тұтас дәнді ұннан жасалған нан жақсырақ болады. Себебі оларда талшықтар және қоректік заттар мол болады. Қосымша қант пен май. Кейбір нандарға қосымша қант немесе май қосылады. Мұндай наннан аулақ болған жөн. Тұз мөлшері. Тұз мөлшерін де тексеріңіз. Тұз мөлшері төмен нан денсаулыққа пайдалырақ. Бөтен қоспалар. Ең аз мөлшерде қоспалары бар нанды таңдаңыз. Ұзақ мерзімдегі қоспалар денсаулыққа зиян болуы мүмкін. Балғындық. Балғын және жұмсақ нанды таңдаңыз. Қатты немесе құрғаған нанның сақтау мерзімі өткен болуы мүмкін. Жетіспейтін заттар.
витаминдер, минералдар қосылған нан да пайдалы болуы мүмкін. Әсіресе егер рационыңызға осы заттар жетіспесе. Қаптамасы дұрыс, герметикалы, таза және зақымдалмаған болуы керек. Дұрыс таңдалған нан сіздің күнделікті тағам рационыңызды толықтырып, денсаулығыңызға пайдасын тигізеді. Нанның алуан түрлілігін ескеріп, дәмі мен пайдасын үйлестіретін ең жақсы нұсқаны табыңыз. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Видеомыз пайдалы болса, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Деніңіз сау болсын.